Жастар Сәкенді қамқоршы ұстаз тұтатын. Қазақстан пролетар жазушыларының ассоциациясы да Сәкеннің басшылығымен құрылды. Ол Европа халықтары тілдері мен дүние жүзі классиктерін, орыс тарихы мен шығыс елдерінің экономикасын оқып зерттеді. Сәкен сондай ғажап адам еді. Сейфуллин өмір бойына халықтың поэтикалық шығармаларын қадір тұтқан ақын. Халыққа ұлы Жамбылдың поэзиясын таныстырғандардың бірі де Сәкен. Халық алдындағы партия мен революция жолындағы сіңірген еңбектері үшін ақын еңбек қызыл ту орденімен наградталды. Жамбыл мен Сейфуллинге Калинин орденді бір мезгілде табыс етті. Қазақстан сүйікті ақынның творчестволық қызметінің 20 жылдығын кеңінен атап өтті. Сәкен тойында ақынның достары, Қазақстанның көрнекті әдебиетшілері. Телеграммалар мен құттықтаулар еліміздің түкпір-түкпірінен келіп жатты. Москва 34-ші жыл. Горький бастап ұйымдастырған жазушылардың бірінші съезі. Илья Шансүгіров, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин, барша қазақ жазушылары мен ақындары Горькийді өздерінің идеялық ұстазым деп санады. Партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно. Партия мен үкіметіміз жазушыларға барлық праваны беріп, тек қана жаман жазуға право берген жоқ. Тамаша айтылған сөз. Бұған қоса бір жайды айта кетуіміз керек. Ол партия мен үкімет бір-бірімізге ақыл айту правасын берумен бірге, бізді бір-бірімізге бұйыру правасынан айырды. Қараңыздар, осына бір сирек кездесетін кинокадрларды көргенде Сәкеннің тірі бейнесі көз алдыңа келеді. Бұдан кейін Сейфуллин Москваға 36 жылы қазақ өнерінің тұңғыш декадасына келді. Сол бір күндер туралы белгілі жазушы Галина Иосифовна Серебрякова мына жайларды айтты. Это было в пору первой декады казахской литературы и искусства в Москве в 1936 году. Бұл оқиға 1936 жылы қазақ әдебиеті мен өнерінің Москвада өткен бірінші декадасы кезінде болған еді. Бір күні маған жазушы Фадеев телефон соғып, менің Маркстың «Жас шағы» деген кітабымның қазақша аудармасының редакторы Сәкен Сейфуллин болатынын айтып құттықтады. Көп кешікпей Сәкенмен таныстым. Ол маған Қазақстан туралы көп әңгімеледі. Ол өз отанын жанындай жақсы көретін, өз халқын, оның тарихын егжей-тегжейлі білетін адам еді. Және Қазақстанның жарқын болашағына сенім артатын. Ол күні бүгінгі дейін менің көз алдыма сұңғақ бойлы, ықшам, ажарлы от шашқан ақылды көзі мен сол баяғы тірі күнгісіндей көрінеді. Айтқайсың жолдас жарма, жас бала қалды қолында, көз қырын салар ерлер кеп, еңбек шытап жолында. Анама сәлем дегейсің, егілмесін күйініп, тап үшін өлді баласы, болаттай болсын түйініп. Ақын жеке адамның басына табыну кезінде жазықсыз құрбан болды. Сөнген еріп қайтадан тұтанды көзде жайнаған, ашындырды аюдай кетпенен қан қайнаған,
бостандық үшін ант қылып, күресуге тұрдық біз, Республика Советін ұран салып құрдық біз. Ол істер жолында күрескерлер өлмей, өйткені олар жарқын болашақ үшін күресті. Партиямыздың 20-шы съезінен кейін Сәкен Сейфуллиннің жарқын есімі ақталды. Оның жырлары, асыл армандары өз иесін, халқын қайта тапты. Республика жұртшылығы өрнекті жазушының 70 жылдығын атап өтуге дайындалып жатты. Оның автобиографиялық «Тар жол тайғақ кешу» романы қайта басылды. Ғалым филологтар оның асыл мұрасын зерттеуге кірісті. Қазақстан суретшілері де ақынның бейнесін жасауда. Алматы, юбилей күні. Сәкеннің зайыбы Гүлбахрам Сейфуллина. Проводится торжественный юбилей 70-летия со дня рождения. Көрнекті совет жазушысы және мемлекет қайраткері, ақын, ол революция солдаты, қазақ совет әдебиетінің іргетасын қалаушы Сәкен Сейфуллиннің туғанына 70 жыл толған салтанатты мәжіліс өтуде. Ленин партиясының адалылы Сәкен Сейфуллин қазақ жерінде революция туын бірінші боп көтергендердің бірі. Партияның адалылы, халқымыздың даңқын көтеріп, беделін арттырушы ардагер мақтанышымыз Сәкен. Слава и честь, краса и гордость нашего народа. Сәкен туралы оның жақын достары, еліміздің барлық жазушылар ұйымынан келген қонақтар сөйледі. Досы жөнінде есте қалғандарын қарт революционер Захар Петрович Катченко да ортаға салды. Жазушының туған жері Қарағанды облысының Жаңарқа ауданы. Мұнда Сәкеннің 20 мыңға тарта жерлесі жиналды. Бұл Сейфуллиннің революциялық қызметін бастаған қаласы Целиноград. Ленин жолы жолдың жалғыз түзуі, мәңгілікке шоқ оны ешкім бұзуы. Екпінге ұран, білек сыбан, ұлы план, Лениннің сол тартқан ұлы сызуы. Ленин туын биік ұстап алға бас.